Құрметті тыңдарман, өткен бөлімде Малайзияға оқуға барған Маржанның тағдыры қалай күрт өзгергенін көрдік. Ахметтің әдемі сөздері мен жалған қамқорлығына сенген ол, еш күмәнданбастан Ауғанстанға бірге аттанды. Бірақ бұл сапар оның өміріндегі ең үлкен қателікке айналды. Ендеше Маржанның Ауғанстандағы жан түршігерлік тағдырының жалғасын бірге тыңдайық. Келесі там Раушан үшін әдеттегідей басталмады. Ол көзін ашқан бойда телефонын қолына алды. Әдетте Маржаннан кем дегенде бір хабарлама келіп тұратын. Қайырлы таң, бәрі жақсы, немесе жай ғана күлімдеген смайлик. Бүгін ештеңе жоқ. Раушан өзін жұбатуға тырысты. Бәлкім уақыт айырмашылығы шығар. Таңғы асты ішіп отырып, тағы бір хабарлама жіберді. Қалайсың? Жеткен соң жазамын деген едің ғой. Хабарлама жіберілді. Бірақ оқылмады. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай еді. Маржан қанша бос болса да, міндетті түрде жауап қайтаратын. Жұмысқа келген соң да көңілі орнына түспеді. Кофе дайындап тұрған кезде телефонын қайта ашты. Әлі жауап жоқ. Әріптесі Айша мұны байқап қалды. Не болды? Құрбым кеше Ауғанстанға кеткен. Содан бері хабар жоқ. Айша қабағын түйді. Телефоны өшірулі ме? Жоқ, тек желіге шықпай тұр. Айша үндемей қалды. Бір кезде ғана. Егер бүгін кешке дейін шықпаса, күте берме. Раушан оның не айтқысы келгенін түсінді. Бірақ ол мұндай ойды өзінен алыстатқысы келді. Ал сол уақытта Маржан тағы бір таңды бейтаныс үйде қарсы алды. Түн бойы көзі ілінбеген. Әр дыбысқа селк етіп оянды. Есіктің сыртында біреудің жүргені естіледі. Алдада ер адамдар сөйлесіп жүр. Бірнеше рет есікке жақындап кірді. Бұл жолы құлып ашық екен. Маржан жайлап сыртқа шықты. Дәліз бос. Ол үнсіз баспалдақпен төмен түсті. Ас үй жақтан ыдыстың сылдыры естіліп тұр. Ахметтің анасы таңғы ас әзірлеп жатыр екен. Маржанды көріп күлімсіреді. Қолмен дастарханға шақырды. Маржан амалсыз отырды. Бірақ көңілі тамақта емес еді. Ол айналасын бақылап отырды. Қақпа жабық. Аулада екі ер адам жүр. Бірінің иығында ескі мылтық ілулі тұр. Маржан жүрегінің дүрсілін анық естіді. Бірнеше минуттан кейін Ахмет кірді. Кеше кешкі салқын жүзінен еш белгі жоқ. Тура Малайзиядағыдай күлімдеп келді. Қайырлы таң. Маржан оған үнсіз қарады. Тамақ іштің бе? Менің телефонымды қайтар. Ахмет орындыққа жайғасып отырып, алдымен тамақ іш. Маған телефон керек. Кейін сөйлесеміз. Жоқ, қазір. Ахмет күрсінді. Маржан, сен жағдайды қиындатып жіберіп тұрсың. Жағдайды мен емес, сен қиындаттың. Сен мені алдап әкелдің. Ас үй іші тып-тыныш болып кетті. Ахметтің анасы да қозғалысын тоқтатты. Бірақ ештеңе демеді. Ахмет жай ғана орнынан тұрды. Жүр. Қайда? Сөйлесейік. Екеуі ауладағы үлкен жаңғақ ағашының түбіне келді. Бұл жерде ешкім жоқ сияқты көрінді. Бірақ Маржан байқап қалды. Алыста екі ер адам оларды үнсіз бақылап тұр. Ахмет баяу ғана сөйледі. Мен сені жек көрген жоқпын. Мен әлі де жақсы көремін. Бірақ біздің дәстүріміз басқа. Маржан ашуланып күлді. Дәстүр ме? Адағды қамап қою дәстүр ме? Құжатын тартып алу дәстүр ме? Ахмет үнсіз қалды. Сәлден кейін ғана. Бірнеше айдан кейін бәріне үйреніп кетесің. Маржанның көзі бақырайып кетті. Бірнеше ай? Біз 2 аптаға келген жоқпыз ба? Ахмет жауап бермеді. Оның үнсіздігі кез келген сөзден ауыр еді. Маржанның бүкіл денесі мұздап кеткендей болды. Сонда сен мені қайтармайсың ба? Ахмет ақырын ғана. Әзірге жоқ. Осы екі сөз Маржанның жүрегіндегі соңғы үмітті де үзді. Маржан сол күні түстен кейін бөлмесіне қайта кіргенде тізесі дірілдеп тұрды. Әзірге жоқ. Ахметтің осы екі сөзі құлағында қайта-қайта жаңғырып тұр.
Ол төсектің шетіне отырып, екі қолмен бетін жапты. Бірақ жыламады. Көз жасы шықпай қалды. Қорқыныш одан да ауыр еді. Біраз уақыттан кейін есік ашылды. Ахмет ішке кірді. Қолында Маржанның телефоны бар. Маржан орнынан атып тұрды. Телефоным. Ахмет оны ұстап тұрып, бір хабарлама жазасын. Қандай хабарлама? Раушанға. Не деп? Бәрі жақсы. Интернет нашар. Кейін жазам деп жаз. Маржан оған сенбей қарады. Неге өзім қалағанымды жаза алмаймын? Ахметтің жүзі суып кетті. Өйткені олар қазір уайымдап отыр. Мен оларда тыныштандырғым келеді. Жалған айтып па? Бұл жалған емес. Қазір бәрі тыныш болса, бәрі жақсы болады. Маржан телефонын алуға ұмтылды. Ахмет оны бірден бермеді. Жаз. Маржан дірілдеген саусақпен хабарламаны терді. Бәрі жақсы. Интернет нашар. Кейін жазамын. Ол жіберер алдында көмектес деп қоса жазғысы келді. Бірақ Ахмет экранға қарап тұр. Маржан хабарламаны жіберді. Ахмет телефонды қайта алып қойды. Жақсы. Енді тыныш отыр. Ол шырып кеткен соң, Маржан қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Өзі жазған хабарлама дәл қазір Раушанға жеткенін білді. Ал Раушан оны шын деп қабылдай ма, әлде күмәндана ма белгісіз. Куала-Лумпурда Раушан жұмыс үстелінде отыр еді. Телефоны дір етті. Маржаннан хабарлама келген. Ол бірден ашып оқыды. Бәрі жақсы. Интернет нашар. Кейін жазамын. Бір қарағанда бәрі қалыпты сияқты. Бірақ Раушанның жүрегі одан сайын мазасыздана түсті. Маржан әдетте бұлай қысқа жазбайтын. Әдетте ол күлімдеген смайлик қоятын. Немесе бір-екі сөйлем артық жазатын. Бұл хабарлама тым құрғақ, тым салқын. Не болды? Деп сұрады Айша. Раушан телефонды көрсетті. Айша да оқып шықты. Хабарласқаны жақсы ғой. Раушан басын шайқады. Жоқ, бұл Маржанның жазуына ұқсамайды. Мүмкін шынымен интернет нашар шығар. Мүмкін, бірақ ішім тыныш емес. Раушан бірден қоңырау салды. Қоңырау барды, бірақ ешкім көтермеді. Тағы қоңырау салды. Тағы жауап жоқ. Содан кейін WhatsApp-қа жазды. Даусынды естісем болды. 1 минутқа хабарласшы. Хабарлама жеткізілді, бірақ оқылмады. Раушан орнынан тұрып кетті. Мен бүгін кешке тағы хабарласам. Егер көтермесе, Айша оның сөзін аяқтады. Онда елшілікке хабарлас. Раушан үнсіз басын изеді. Ал Ауғанстандағы үйде Маржан терезенің жанында тұрды. Телефон жоқ, паспорт жоқ, байланыс жоқ. Тек биік қоршау, темір қақпа, аулада жүрген адамдар. Ол терезенің торын байқап қалды. Түнде қараңғыда байқамаған екен. Терезе сыртынан темір тормен бекітіліпті. Маржан баяу ғана артқа шегінді. Ол енді анық түсінді. Бұл жай ғана бейтаныс үй емес. Бұл қашып шығуы қиын жер. Кешке Ахмет қайта келді. Қолында шай. Даусы қайтадан жұмсақ. Маржан, тамақ іш. Маржан оған қараған жоқ. Мен сені жек көрмеймін. Бірақ сен мені жек көретіндей еттің. Ахмет үнсіз қалды. Мен сені қайтармайым деп айттым. Бірақ саған жамандық жасамаймын. Маржан басын көтеріп қарады. Жамандық жасамайсың ба? Менің құжатымды алып қойдың. Телефонымды тартып алдың. Мені қамап қойдың. Бұл жамандық емес пе? Ахмет жауап бермеді. Ол шайды үстелге қойып, үнсіз шығып кетті. Есік қайтадан сыртынан жабылды. Түнде Маржан жастыққа бетін басып, ақырын жылады. Анасы есіне түсті. Раушан есіне түсті. Алматыдағы үйі, кофехана, сабағы, еркін жүрген көшелері. Ол бәрін соншалықты сағынды. Сол сәтте ол бір ғана шешімге келді. Қандай қиын болса да, қандай қауіпті болса да, ол бұл жерден шығудың жолын табуы керек. Келесі күннен бастап Маржан бәрін өзгертті. Бұрын ол қорқып, әр нәрсеге таңырқшап қарап жүрсе, енді әрбір ұсақ бөлшекті
есте сақтауға тырысты. Қай уақытта кім тұрады? Қақпа қашан ашылады? Үйде қанша адам бар? Кім оған көмектесе алады? Ол енді жылап, тағдырға шағымданудың орнына ойлануға кірісті. Өйткені бір нәрсені түсінді. Бұл жерде оның ең үлкен қаруы сабыр еді. Таңертең Ахметтің анасы бөлмеге кірді. Әдеттегідей қолында шайы бар. Ол Маржанға үнсіз қарады. Кешке дейін жылаған қыздың орнына қазір тыныш отырған қызды көрді. Маржан жай ғана «Рахмет» деді. Әйел оның сөзін түсінбесе де, дауысындағы жұмсақтықты сезді. Ол үстелге тамақ қойып шығып кетті. Маржан оның артынан қарап қалды. Бұл үйдегі барлық адам Ахмет сияқты емес шығар. Мүмкін. Олардың арасында оған көмектескісі келетін біреу бар шығар. Күндер өте бастады. Маржан үйдегі адамдардың мінезін бақылап жүрді. Ахметтің анасы қатал тәртіпті жақсы көретін, бірақ жүрегі суық емес әйел. Үлкен әжесі көп сөйлемейтін, бірақ бәрін байқап жүретін адам. Ал жас қыздардың бірі, Ахметтің қарындасы Лайла, Маржанға ерекше қызығушылық танытты. Бір күні ол бөлмеге кіріп, «Маржан» деді. Өзінің акцентімен оның атын айтуға тырысты. Маржан таңырқап қалды. «Сен менің атымды білесің бе?» Қыз күлімсіреді. «Ахмет айтты». Маржан үнсіз қалды. Лайла оның жанына отырды. Ол телефонға ұқсайтын ескі құрылғыны көрсетті. «Сенде жоқ па?» Маржан бірден түсінді. Телефон туралы айтып тұр. Ол басын шайқады. «Жоқ». Лайла оның жүзіндегі мұңды байқап қалды, бірақ сұрақ қоймады. Сол күні кешке Ахмет үйге кеш келді. Ол көңілді сияқты еді. Ертең қонақтар келеді. Маржан үнсіз отырды. «Саған жаңа киім әкеледі». «Не үшін?» Ахмет оған қарады. «Өйткені сен енді осы отбасының мүшесісің». Маржанның жүрегі қысылды. «Мен ешкімнің рұқсатынсыз өз өмірім туралы шешім қабылдай алмайтын адам емеспін». Ахметтің жүзі өзгерді. «Тағы бастама. Мен саған бәрін түсіндірдім». «Жоқ, сен мені тыңдамадың». Маржан орнынан тұрды. «Сен менің таңдауымды тартып алдың. Сен менің үйіме қонақ болып келдім. Ал мен қазір тұтқын сияқты өмір сүріп жатырмын». Ахмет бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын, «Уақыт өте келе үйренесің» деп шығып кетті. Ал Куала-Лумпурда Раушан енді күте алмады. 3 күн өтті. Маржанның даусы естілмеді. Бір ғана қысқа хабарлама. Оның ішкі сезімі күн сайын күшейе түсті. Ол барлық нәрсені қайта тексерді. Ұшу бағыты, Ахмет туралы ақпарат, оның әлеуметтік желілері. Бұрын байқамаған ұсақ нәрселер енді көзге түсе бастады. Ахметтің парақшасында көп нәрсе жоқ. Ескі суреттер аз. Отбасы туралы ақпарат жоқ. Өткен өмірі туралы нақты дерек жоқ. Раушанның жүрегі суып кетті. «Мен бір нәрсені өткізіп алғанмын», деп сыбырлады ол. Сол кеште ол Маржанның анасына қоңырау шалуға шешім қабылдады. «Сәлеметсіз бе? Мен Раушанмын. Маржанның құрбысымын». Әйелдің даусы бірден жылы шықты. «Иә, қызым, Маржан аман ба?» Раушан бірнеше секунд үнсіз қалды. Ол шындықты бірден айтқысы келмеді, бірақ өтірікте айта алмады. «Апай, Маржанмен соңғы рет қашан сөйлестіңіз?» Телефонның ар жағында тыныштық орнады. 3 күн бұрын. «Неге?» Раушан терең дем алды. «Себебі менің көңілім тыныш емес». Ал сол уақытта Маржан үйдің ауласында жүріп келе жатты. Ол бір нәрсені байқады. Кешкі уақытта қақпа бір сәтке ашылады. Азық-түлік әкелетін көлік келеді. Сол кезде бірнеше минутқа сыртқы әлем көрінеді. Бірақ ол жерге жету үшін алдымен сенім керек. Ал сенім, оны бұл үйде қайтадан құру керек еді. Маржан аспандағы жұлдыздарға қарап тұрды. Ол ішінен бір ғана сөзді қайталады. «Мен үйге қайтамын». Бірақ ол үйге жету үшін алдымен осы таулардың арасындағы тұзақтан шығу керек еді. Маржан сол түннен бастап бір шешімге келді. Ол енді Ахметпен ашық күреспейді. Өйткені күшпен жеңе алмайтынын түсінді. Бұл үйде кімнің сөзі өтетінін ол жақсы білді. Ахмет, оның отбасы, олардың ережелері.
Ал Маржан жалғыз еді. Бірақ ол әлсіз емес болатын. Ол тек дұрыс сәтті күтуі керек еді. Таңертең Ахмет келгенде, Маржан бұрынғыдай ашуланбады. Ол тыныш отырды. «Қалың қалай?» деді Ахмет. Маржан оған қарап, «Жақсы». Ахмет таңырқап қалды. Бұрын ол әр сөйлескен сайын ашуланатын. «Бүгін көңіл күйің жақсы ма?» Маржан жай ғана. «Мүмкін, жағдайды түсіне бастаған шығармын». Ахмет күлімсіреді. Ол бұл сөзді жеңісі сияқты қабылдады. «Мен саған айттым ғой, бәрі жақсы болады». Маржан басын изеді, бірақ оның ішінде басқа ой болды. «Сен менің тынышталғанымды, жеңілгенім деп ойла». Келесі күндері Маржан өзін өзгерте бастады. Ол Ахметтің анасына көмектесті. Ас үйге кірді. Жергілікті бірнеше сөз үйренді. Үйдегі адамдармен жылы сөйлесе бастады. Бәрі таң қалды. Ахмет те. «Көрдің бе? Мен саған бұл жерге үйренесің дегенмін». Маржан күлімсіреді. «Иә, бәлкім». Ахмет оның көзіндегі өзгерісті байқамады. Өйткені ол Маржанның мойын сұнғанына сенді. Бір күні Лайла бөлмеге кірді. Қолында мата болды. «Саған». Маржан таңырқап, «Маған ба?» Лайла басын изеді. «Бұл сыйлық сияқты еді». Маржан оны қабыл алды. «Рахмет». Екеуі үнсіз отырды. Сосын Маржан ақырын сұрады. «Лайла, сенің телефоның бар ма?» Қыз бірден айналасына қарады. Сосын ақырын ғана басын изеді. «Бар». Маржанның жүрегі қатты соқты. «Маған 1 минутқа бере аласың ба?» Лайла қорқып кетті. «Неге?» Маржан оған тіке қарады. «Үйіме хабарласуым керек». Лайла үнсіз қалды. Оның көзінен қорқыныш байқалды. Ахмет білсе, Маржан оның сөзін бөлір. «Мен ешкімге жамандық жасағым келмейді. Тек анам мен құрбыма тірі екенімді айтқым келеді». Лайла төмен қарады. Ол ештеңе айтпады. Бірақ Маржан оның ішінде күрес болып жатқанын сезді. Сол кеште Лайла қайта келді. Есікті жайлап жапты. Қолында кішкентай телефон бар еді. Маржанның жүрегі тоқтап қала жаздады. «Кес». Лайла сыбырлады. 5 минут. Маржан телефонды алды. Қолдары дірілдеп кетті. Ол бірден Раушанның нөмірін терді. Бір қоңырау, екінші қоңырау, үшінші қоңырау. Ақыры. «Алло?» Раушанның даусы. Маржанның көзіне жас келді. «Раушан». Ар жағынан үнсіздік. Сосын. «Маржан? Сен қайдасың? Не болды?» Маржан сөйлей алмады. Ол жылап жіберді. Мен жақсы емеспін». Раушан бірден түсінді. «Маржан, тыңда, қайдасың?» «Білмеймін». «Қала атауын білесің бе?» «Жоқ». «Ахмет қасында ма?» «Жоқ». «Телефоның өзінде ме?» «Жоқ». Раушанның тынысы ауырлады. «Маржан, саған бірдеңе істеді ме?» Маржан үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрін айтты. Дәл сол сәтте сырттан аяқ дыбысы естілді. Маржан қатып қалды. Лайла да есікке қарады. Біреу жақындап келе жатты. «Тез аяқта!» деп сыбырлады Лайла. Маржан телефонға. «Раушан, мен» деп үлгерді. Сосын есік тұтқасы қозғалды. Лайла телефонды жұлып алды. Қоңырауды өшірді. 1 секундтан кейін есік ашылды. Есіктің алдында Ахмет тұрды. Оның жүзі бұрынғыдан да суық еді. Ол бөлмеге кіріп, алдымен Лайлаға қарады. Сосын Маржанға. Бірақ ештеңе айтпады. Тек жай ғана сұрады. «Не істеп жатыр едіңдер?» Бөлме іші тыныш болып кетті. Маржан алғаш рет Ахметтің шын ашуын көруге дайындалды. Ал Куала-Лумпурда Раушан қолындағы телефонға қарап қатып қалған еді. Өйткені ол Маржанның соңғы сөздерін ғана естіді. «Мен жақсы емеспін». Бөлмедегі тыныштық адамды тұншықтырып жіберетіндей еді. Ахмет есіктің алдында үнсіз тұрды. Оның көзқарасы алдымен Лайлаға түсті, сосын Маржанға ауысты. Маржан жүрегінің қатты соғып тұрғанын сезді. Бірақ бұл жолы ол
қорыққанын көрсетпеуге тырысты. Мен сұрадым, не істеп жатыр едіңдер? Ахметтің даусы тыныш шықты. Бірақ дәл осы тыныштық Маржанды одан сайын қорқытты. Лайла үндемеді. Ол басын төмен түсірді. Маржан бір қадам алға шықты. Мен оған ештеңе істеген жоқпын. Ахмет оған қарап, мен сенен сұраған жоқпын. Маржанның ішіндегі ашу қайта оянды. Бірақ жауап беруім керек. Бұл менің өмірім. Ахметтің жүзі өзгерді. Сен әлде түсінбедің бе? Бұл жерде бәрі сен қалағандай болмайды. Лайла ақырын ғана, ағатай, деп бастады. Бірақ Ахмет қолын көтеріп тоқтатты. Бөлмеден шық. Лайла Маржанға бір сәт қарап тұрды. Оның көзінде қорқыныш пен өкініш бар еді. Сосын үнсіз шығып кетті. Есік жабылды. Енді бөлмеде екеуі. Ахмет баяу жақындады. Сен мені алдамақ болдың ба? Маржан күлді. Бірақ оның күлкісінде қуаныш жоқ еді. Ал менде басқа мал қалды ма? Сен менің теленімді алдың. Мені адамдардан айырдың. Мені бұл жерге өтірікпен әкелдің. Енді мені кінәлап тұрсың ба? Ахмет үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін, сен бәрін қиындатып жатырсың. Маржан оған тіке қарады. Жоқ, мен тек өз өмірімді қайтарғым келеді. Сол түні Ахмет үйдегі адамдарға ештеңе түсіндірмеді. Бірақ Маржан бір нәрсені байқады. Бұрын оған жұмсақ сөйлейтін адамдардың көзқарасы өзгерді. Олар енді оны бақылап жүргендей еді. Ас үйге шықса, біреу артынан қарайды. Аулаға шықса, біреу қайда жүргенін байқайды. Ол енді толық бақылауда екенін түсінді. Ал Куала-Лумпурда Раушан сол түні ұйықтамады. Ол Маржанның соңғы қоңырауын қайта-қайта ойлады. Мен жақсы емеспін. Бұл жай сөз емес еді. Бұл көмек сұраған адамның дауысы болатын. Таң атқанша Раушан шешім қабылдады. Ол енді күте алмайды. Таңертең ол Маржанның анасына қайта қоңырау шалды. Апай, мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Анасы бірден алаңдады. Не болды? Раушан біраз үнсіз тұрды. Менің ойымша, Маржан қауіпте болуы мүмкін. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Сосын әлсіз дауыс естілді. Қызым, оған не болды? Раушан көзін жұмды. Мен әлі нақты білмеймін. Бірақ біз әрекет етуіміз керек. Сол күні екі әйел алғаш рет бір мақсатпен бірікті. Бірі қызынан айырылып қалудан қорыққан ана. Екіншісі ең жақын құрбысын құтқарғысы келген адам. Олар алдымен барлық ақпаратты жинай бастады. Ахметтің толық аты, оның шыққан жері, ұшу бағыты, соңғы байланыс уақыты, Маржан жіберген суреттер, бәрі. Ал Маржан болса, ол үй ішінде жаңа нәрсе байқады. Ахметтің анасы оған қарап тұрып, кейде бір нәрсе айтқысы келетіндей болады, бірақ үндемейді. Бір күні ас үйде екеуі ғана қалғанда, әйел ақырын ғана, сен үйге қайтқың келе ме? Деп сұрады. Маржан қатып қалды. Ол бұл сұрақты күтпеген еді. Иә, деп сыбырлады. Әйел оның көзіне қарады. Сол көзқараста қайғы бар еді. Сосын ол жай ғана, қиын, деді. Бір ғана сөз. Бірақ Маржан оның мағынасын түсінді. Бұл үйде көп нәрсе сырттан көрінгендей емес еді. Сол кеште Маржан терезе алдында тұрды. Бірақ бұл жолы ол тек қорыққан жоқ. Оның ішінде кішкентай болса да үміт пайда болды. Раушан тірі екенін білді. Оның іздейтінін білді. Ол жалғыз емес екенін білді. Бірақ ең үлкен сұрақ әлі алда еді. Маржан бұл үйден қалай шығады? Ал Раушан оны табуға үлгере ме? Маржан сол күннен кейін бір нәрсені анық түсінді. Бұл жерде ашумен, айқаймен, қарсылықпен ештеңе шеше алмайды. Әрбір қате қадамы оның жағдайын одан сайын қиындатуы мүмкін. Сондықтан ол сырттай тыныш болуға шешім қабылдады. Бірақ іштей ол күресін жалғастырды. Келесі күндері Маржан Ахметтің отбасына бұрынғыдан да сабырлы көрінді. Ол таңертең ерте тұрады. Үйдегі әйелдерге көмектеседі. Жергілікті сөздерді үйренуге тырысады. Кейде күлімсірейді, кейде үндемейді. Ахмет мұны көріп,
Міне енді түсіне бастадың, деп ойлады. Ол Маржанның өзгерісін мойынсыну деп қабылдады. Бірақ ол қателесті. Маржан тек уақыт ұтып жүреді. Ол үйдің тәртібін зерттей бастады. Таңертең азық-түлік әкелетін көлік сағат нешеде келеді? Кім қақпаны ашады? Кім қай уақытта үйден шығады? Аптасына бір рет жақын ауылға баратын адамдар бар екенін білді. Бірақ жалғыз өзі кете алмайтынын түсінді. Оған көмек керек еді. Бір күні Лайла қайта келді. Бұл жолы ол есікті жауып, ұзақ уақыт үнсіз отырды. Маржан оның көзінен қорқынышты көрді. Лайла, кешегі жағдай үшін кешір. Сенің басыңды қиындыққа салғым келмеді. Қыз басын шайқады. Жоқ, сенің кінәң емес. Маржан оған таңырқай қарады. Лайла ақырын сөйледі. Мен бұрында осындай жағдайды көргенмін. Маржанның жүрегі шым етті. Не дегенін? Лайла көзін төмен түсірді. Кейбір қыздар келеді, сосын оларды қайта жібермейді. Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Олар қайда? Деп сұрады Маржан. Лайла жауап беруге қиналды. Білмеймін. Бірақ кейбірі ұзақ уақыт жылады. Кейбірі кейін үндемейтін болды. Маржанның денесі мұздап кеткендей болды. Бұл тек оның басындағы жағдай емес еді. Сол күні Лайла алғаш рет Маржанға кішкентай қағаз берді. Бұл не? Маржан сыбырлады. Лайла айналасына қарап. Қаланың атауы. Маржан қағазға қарады. Онда бір жердің аты жазылған. Ол бұрын естімеген атау. Неге бердің? Лайла ұзақ үнсіз отырды. Сосын, өйткені мен сенің орнында болсам, мен де біреудің көмектескенін қалар едім. Маржанның көзіне жас келді. Осы үйдегі алғашқы шынайы көмек осы еді. Ал Қазақстанда Маржанның анасы сол түні көз ілмеді. Ол қызының бала кезін есіне алды. Мектепке алғаш барған күнін, алғашқы жетістіктерін, шетелге кеткендегі қуанышын. Қызым өз өмірін өзі құрады деп әрқашан мақтанатын. Енді сол қызы бөтен елде жалғыз қалды. Раушан болса, Малайзиядағы Қазақстан өкілдігіне хабарласуға дайындалып жатты. Ол барлық мәліметтерді жинады. Маржанның толық аты жөні, туған күні, Қазақстандағы мекен жайы, ұшу бағыты, Ахмет туралы бар ақпарат. Бірақ бір нәрсе жетіспеді. Нақты орналасқан жер. Егер оның қай жерде екенін білмесек, іздеу қиын болады, деді маман. Раушан қолындағы Маржанның соңғы жіберген суретіне қарады. Суретте таулар көрінеді. Бір үйдің бөлігі, ескі тас қабырға. Ол суретті үлкейтіп қарады. Сосын бір нәрсені байқады. Артқы жақта кішкентай тақтайша бар. Жазуы анық көрінбейді, бірақ бірнеше әріп байқалады. Раушан бірден, мынаны тексеріңіздерші, деді. Ал Маржан сол түні терезеден сыртқа қарап тұрды. Ол енді жылап тұрған жоқ. Оның ішінде басқа сезім пайда болды. Ашу. Бірақ бұл соқыр ашу емес еді. Бұл өмір үшін күресуге дайын адамның ашуы. Ол ақырын ғана өзіне айтты. Мен үйге қайтамын. Қалай болса да, мен үйге қайтамын. Бірақ дәл сол сәтте Ахмет те бір шешім қабылдап жатқан еді. Ол енді Маржанның бұрынғыдай қарсылық көрсетпейтінін көрді. Және оны толық бақылауда ұстаймын деп ойлады. Бірақ ол бір нәрсені ескермеді. Маржанның үнсіздігі жеңілгеннің белгісі емес еді. Бұл дауыл алдындағы тыныштық болатын. Маржан үшін әр күн бірдей болып кеткендей еді. Таң, үй шаруасы, үнсіздік, бақылау, түн. Бірақ оның ішінде күн сайын бір ғана ой қайталанатын. Мен бұл жерден шығуым керек. Ол енді қорқынышын жасыруды үйренді. Өйткені қорқыныш байқалса, Ахмет жеңеді. Бір күні таңертең Ахмет үйге ерте келді. Оның көңіл-күйі жақсы сияқты. Бүгін дайын бол. Қайда барамыз? Ауылға. Не үшін? Туыстарыммен таныстырамын. Маржан үнсіз қалды. Бұрын ол мұндай сөзге қуанып қалар еді. Қазір бұл сөз оның бойына үрей салатын. Өйткені әрбір жаңа адам оның жағдайын одан сайын қиындатуы мүмкін еді. Мен барғым келмейді.
Хметтің жүзі бірден өзгерді. Неге? Өзімді жақсы сезінбей тұрмын. Ахмет біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана: Маржан, мен саған жақсы қарағым келеді. Бірақ сен де менің отбасымды сыйлауың керек. Маржан оның сөзін тыңдап тұрды. Бұрынғы Маржан бұл сөздерге сенер еді. Қазір ол әр сөйлемнің артындағы бақылауды сезетін. Жарайды, барамын. Ахмет қанағаттанғандай жымиды. Сол күні олар көлікпен жолға шықты. Маржан терезеден сыртқа қарап отырды. Жол бойындағы әрбір белгіні есте сақтауға тырысты. Таулар, өзен, ауыл атаулары, бұрылыс жолдар. Ол бәрін миына жазып алды. Егер бір күні мүмкіндік туса, осының бәрі қажет болады. Жолда олар бір шағын елді мекенге тоқтады. Ахмет бірнеше адаммен сөйлесіп кетті. Маржан көліктің ішінде жалғыз қалды. Алғаш рет бірнеше минутқа бақылаусыз қалды. Ол есікті байқап көрді. Ашық. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Бірақ қайда барады? Ақшасы жоқ, құжаты жоқ, тілді білмейді. Бейтаныс жерде жалғыз. Ол қазір қашса, мүмкін одан да үлкен қауіпке тап болады. Маржан есікті қайта жапты. Бірақ бір нәрсені түсінді. Мүмкіндік бар. Кешке үйге қайтқанда, ол Лайламен тағы сөйлесті. Лайла, қалаға қашан барасыңдар? Қыз ойланып қалды. Аптаның соңында. Неге? Дәрігерге барамыз. Маржанның жүрегі жылдам соқты. Қала, адамдар, көлік, телефон, елшілік, мүмкіндік. Бірақ ол қуанышын көрсетпеді. Тек жай ғана: мен де барсам бола ма деп сұрады. Лайла оған қарады. Ахмет рұқсат бере ме? Маржанның жүрегі ауырды. Тағы да бәрі Ахметтің шешіміне байланысты. Сұрап көрем. Сол кеште Ахмет те өзі бірінші рет жұмсақ сөйледі. Ахмет, мен сені түсінуге тырысып жүрмін. Ахмет таңырқап қалды. Ол мұндай сөз күтпеген еді. Шынымен бе? Маржан басын изеді. Иә. Бірақ менің де саған бір өтінішім бар. Қандай? Қалаға бірге барайын. Ахмет біраз ойланды. Сосын күлімсіреді. Жақсы, барасын. Маржан ішінен терең дем алды. Бірақ жүзінде ештеңе білдірмеді. Сол түні ол алғаш рет үмітпен ұйықтады. Өйткені бірнеше аптадан кейін алғаш рет оның алдында бір мүмкіндік пайда болды. Бірақ ол әлі білмейтін. Бұл сапар оның құтылу жолы болуы да мүмкін. Немесе Ахметтің күдігін оятып, бәрін одан сайын қиындатуы да мүмкін еді. Ал Қазақстанда Раушан да бос отырмады. Ол еншілікпен байланыс орнатуға тырысып жатты. Олар ресми әрекеттерді бастау үшін көбірек ақпарат қажет екенін айтты. Бірақ Раушан күте алмады. Ол Маржанның даусын естіген. Ол қорқынышты сезген. Сондықтан ол өзіне бір ғана уәде берді. Мен сені табамын, Маржан. Ал таулардың арасында Маржан алғаш рет қашу жоспарын құра бастады. Маржан келесі күндерді ерекше сақтықпен өткізді. Сырт көзге ол бәріне үйренгендей көрінді. Ахмет те соған сенді. Ол енді Маржанның қарсылық білдірмейтінін ойлады. Бірақ оның білмегені, Маржанның әрбір тыныш қадамының артында үлкен жоспар жатқан еді. Ол Лайладан қаланың атауын тағы бір рет сұрады. Лайла, егер мен адасып қалсам, қалаға қалай жетуге болады? Лайла оған қорқынышпен қарады. Неге сұрап тұрсың? Маржан бірден жауап бермеді. Сосын жай ғана: себебі мен бір күні үйге қайтуым керек. Лайла көзін төмен түсірді. Ол оңай емес. Білемін, бірақ мүмкін емес. Лайла оған ұзақ қарап отырды. Сосын ақырын басын изеді. Сол күні Лайла Маржанға тағы бір нәрсе айтты. Қалаға барғанда адам көп жерде жүр. Жалғыз қалма. Егер біреу көмектесе алса, олар әйелдер болуы мүмкін. Маржан оның сөзін есте сақтап қалды. Бұл жай кеңес емес еді. Бұл жерде өмір сүретін адамның тәжірибесі еді. Келесі күні таңертең Ахмет ерекше көңілді болды. Бүгін қалаға барамыз. Маржан басын изеді. Жақсы. Ахмет оның сабырлы болғанына риза болды. Көрдің бе, мен саған айттым. Уақыт өте келе бәрі орнына келеді.
Маржан оған қарап жымиды. Бірақ ішінен, жоқ Ахмет, ештеңе орнына келген жоқ деп ойлады. Жолға шығар алдында Ахмет оған жаңа киім берді. Мынаны ки. Маржан қарады. Неге? Қалаға барамыз. Адамдар көреді. Маржан үндемеді. Ол киімді алды. Бұрын ол мұндай нәрселерге мән беретін. Қазір оның ойында бір ғана нәрсе болды. Қала. Көлік қозғалған кезде Маржан терезеден сыртқа қарады. Ол жолды есте сақтай бастады. Бірінші бұрылыс. Ескі көпір. Таудың арасындағы тар жол. Шағын базар. Ол бәрін ойына сақтады. Бірнеше сағаттан кейін олар қалаға кірді. Маржан жүрегінің қатты соғып кеткенін сезді. Мұнда адамдар көп, көліктер көп, дүкендер, дыбыстар, өмір. Ол бірнеше аптадан кейін алғаш рет өзін тірі әлемнің ішінде жүргендей сезінді. Ахмет бірнеше жерге кіріп шықты. Маржан әрдайым оның жанында жүрді. Бірақ бір сәтте. Ахмет телефонмен сөйлесу үшін бірнеше метр алыстады. Тек бірнеше секундқа. Бірақ Маржан үшін бұл секундтар өте маңызды еді. Ол айналасына қарады. Жақын жерде әйелдер дүкені бар. Ары қарай адамдар жүр. Ал қарсы бетте кішкентай медициналық орталықтың белгісі тұр. Ол жүрегінің соққанын сезді. Қазір ме деген ой келді. Бірақ ол әлі дайын емес еді. Құжат жоқ, ақша жоқ, тіл жоқ. Жалғыз әрекет ету тым қауіпті. Ол тағды да күтуге шешім қабылдады. Ахмет қайта келді. Не болды? Ештеңе. Маржан жай ғана күлімсіреді. Ахмет ештеңе байқамады. Кешке олар үйге қайтқанда Маржан терең ойға батты. Бір нәрсені түсінді. Қашу тек батылдықпен болмайды. Оған дұрыс уақыт керек. Дұрыс орын керек. Дұрыс адам керек. Сол түні ол терезе алдында ұзақ тұрды. Аспанда жұлдыздар көрінеді. Ол алыстағы бір жерге қарап тұрды. Сол жақта оның үйі бар еді. Анасы, Раушан, өз өмірі. Ол ақырын ғана сыбырлады. Мен қайтамын. Ал дәл сол уақытта Раушанға күтпеген қоңырау келді. Бейтаныс нөмір. Ол бірден көтерді. Алло? Бірнеше секунд үнсіздік болды. Сосын әлсіз, жақ қыздың дауысы естілді. Сіз Маржанның құрбысысыз ба? Раушан орнынан тұрып кетті. Иә, сіз кімсіз? Ар жақтағы дауыс дірілдеп шықты. Мен Лайламын. Маржанның жанындағы адаммын. Раушанның жүрегі қатты соқты. Өйткені ол осы сәтті қанша күн күтті. Маржан қайда? Лайла бірден жауап бере алмады. Сосын ақырын ғана. Ол тірі. Раушанның көзіне жас келді. Бірақ Лайланың келесі сөзі оны қайта мұздатып жіберді. Бірақ оны тез алып кету керек. Өйткені Ахмет күдіктене бастады. Раушан телефонды қолынан түсіріп ала жаздады. Бірнеше секунд бойы ол сөйлей алмады. Тек бір ғана сөз оның санасында қайталанып тұрды. Маржан тірі. Лайла, сен қазір қайдасың? Дауысы дірілдеп шықты. Мен көп сөйлей алмаймын. Егер Ахмет білсе? Лайла тоқтап қалды. Раушан оның қорқып тұрғанын сезді. Тыңда, біз саған көмектесеміз. Бірақ алдымен Маржанның нақты қай жерде екенін білуіміз керек. Лайла ақырын сөйледі. Ол қала атауын айтты. Ауданын түсіндірді. Үйдің сыртқы көрінісін сипаттады. Биік тас қоршау. Үлкен қақпа. Таулардың арасындағы ауыл. Раушан бәрін қағазға жазып алды. Қолдары дірілдеп тұрды. Бірақ ойы анық еді. Лайла, Маржан қазір телефонда емес пе? Жоқ. Неге? Оның телефоны жоқ. Раушанның жүрегі ауырды. Ол тағы сұрады. Паспорт ше? Лайла үнсіз қалды. Бұл үнсіздік жауап болды. Раушан көздерін жұмды. Түсіндім. Қоңырау аяқталған соң Раушан бірден әрекетке кірісті. Ол Маржанның анасына хабарласты. Апай, мен Маржан туралы бір нәрсе білдім. Әйелдің дауысы бірден өзгерді. Қызым аман ба?
Раушан жылап жіберуге шақ қалды. Иә, аман, бірақ жағдайы қиын. Сол күні олар барлық ақпаратты жинап, ресми органдарға хабарласа бастады. Енді бұл жай ғана байланыс жоқ деген жағдай емес еді. Бұл азаматтың еркінен тыс ұсталып қалу мүмкін деген күдік болатын. Раушан әрбір минуттың маңызды екенін түсінді. Ал таулардың арасында Маржан да бір нәрсенің өзгергенін сезді. Ахмет соңғы 2 күнде бұрынғыдан да жиі бақылап жүрді. Ол тым көп сұрақ қоя бастады. Неге Лайламен көп сөйлесесің? Неге үнемі сыртқа қарайсың? Неге қалаға барғың келді? Маржан оның күдіктене бастағанын түсінді. Кешке Ахмет бөлмеге кірді. Оның қолында Маржанның телефоны болды. Маржанның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Мынау не? Ахмет экранды көрсетті. Телефонда соңғы қоңыраулар тарихы ашық тұр. Маржанның жүрегі суып кетті. Лайлаға қоңырау шалынғанын ол көрген, бірақ Раушанға қоңырау туралы білмеді. Әлі. Сен не істедің? Ахметтің дауысы өте тыныш еді. Маржан үндемеді. Мен саған сенуге тырыстым, ал сен мені алдадың. Маржан оған тіке қарады. Сен мені бірінші алдадың. Бұл жауап Ахметті ашуландырды, бірақ ол өзін ұстап қалды. Енді бәрі өзгереді. Маржанның жүрегі қысылды. Не өзгереді? Ахмет телефонды қалтасына салды. Енді сен жалғыз жүрмейсің. Сол сәтте Маржан түсінді. Уақыт азайып бара жатыр. Ахмет енді күдіктенді. Ол бұрынғыдай еркін қозғала алмайды. Бірақ дәл сол түні тағы бір күтпеген жағдай болды. Маржан бөлмесінде отырғанда есік ақырын ашылды. Лайла кірді. Оның жүзінде қорқыныш бар. Маржан, тез дайындал. Маржан орнынан тұрды. Не болды? Лайла сыбырлады. Ахмет ертең сені басқа жерге апармақ. Қайда? Лайла басын шайқады. Білмеймін, бірақ ол жерде сенің шығуың одарда қиын болады. Маржанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Демек, бүгінгі түн оның соңғы мүмкіндігі болуы мүмкін. Ал дәл сол уақытта Раушан елшілікпен қайта сөйлесіп жатты. Олар қажетті ақпаратты жинай бастаған. Бірақ бір мәселе бар еді. Маржанның нақты орналасқан жері толық расталмаған. Раушан терезеге қарап тұрып, біз үлгеруіміз керек, деп сыбырлады. Таудың арасында Маржан терезеге қарады. Қараңғы түн, жабық қақпа, биік та сәлем. Бірақ бұл жолы ол жалғыз емес еді. Оның сыртында Раушан іздеп жатыр. Лайла көмектесуге дайын. Ал Маржан өз өмірі үшін соңғы мүмкіндігін күтті. Сол түні Маржан көз ілмеді. Ол төсекте жатқанымен ойы мың жаққа кетіп жатты. Ертең. Егер Ахмет оны басқа жерге алып кетсе, оның жағдайы одан да қиын болуы мүмкін. Ол енді күте алмайтынын түсінді. Бұл оның соңғы мүмкіндігі. Түн ортасында үй іші тынышталды. Адамдардың дауысы өшті. Ауладағы жүріп жүрген адамдар да азайды. Маржан ақырын орнынан тұрды. Терезеге қарады. Сосын есікке жақындады. Ол тұтқаны жайлап басты. Құлып ашылды. Ол таң қалды. Бірнеше күннен бері алғаш рет есік сыртынан жабылмаған еді. Бірақ бұл жақсы белгі ме? Әлде Ахметтің әдейі жасаған тұзағы ма? Маржан ұзақ ойланды. Сосын бәрібір шығуға шешім қабылдады. Дәліз қараңғы еді. Ол аяқ дыбысын шығармауға тырысты. Әрбір қадам жүрегін қатты соқтырды. Бірінші қабатқа түскенде кенет бір дыбыс естілді. Маржан қатып қалды. Үй жақтан біреу шықты. Бұл Лайла еді. Ол Маржанды көріп бірден тоқтады. Сен не істеп жүрсің? Маржан оның қолынан ұстап, мен кетуім керек. Лайла қорқып кетті. Қазір емес. Неге? Қақпа күзетіліп тұр. Маржанның үміті сөне бастады. Басқа жол бар ма? Лайла біраз ойланып тұрды. Сосын,
Артқы есік бар, деп сыбырлады. Екеуі үйдің артқы жағына өтті. Лайла есікті ашып көрді. Бірақ ол құлыптаулы. Маржанның жүрегі қайтадан ауырды. Болмайды. Лайла есікке қарап тұрды. Сосын бір нәрсені есіне түсіргендей болды. 1 минут күт. Ол кетіп қалды. Маржан жалғыз қалды. Бірнеше минуттан кейін Лайла қайтып келді. Қолында кішкентай кілт бар. Бұл әкемнің 2 қоймасының кілті. Арқы жолға шығады. Маржан оған қарап қалды. Сен не істеп жатқаныңды түсінесің бе? Лайла көзін төмен түсірді. Иә. Егер біліп қойса. Маржан оның қолын ұстады. Рахмет. Есік ақырын ашылды. Сыртта салқын түнгі ауа қарсы алды. Маржан бірнеше аптадан кейін алғаш рет еркін ауамен дем алды. Бірақ қуана алмады. Өйткені алдындағы жол белгісіз еді. Ол қайда баруын білмейді. Қалай жететінін білмейді. Тек бір нәрсені біледі. Артқа қайтуға болмайды. Олар бірнеше метр жүргенде арт жақтан жарық көрінді. Біреу фонар ұстап келе жатты. Лайла бірден тоқтады. Тез! Маржан жүрегінің дүрсілін естіді. Олар тас қабырғаның артына жасырынды. Жарық жақындай түсті. Ер адамның дауысы естілді. Лайла? Маржанның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл Ахмет емес еді. Бірақ басқа бір адам. Лайла Маржанға сыбырлады. Бар. Мен оны тоқтатамын. Маржан басын шайқады. Жоқ. Мен сені қиындыққа қалдырғым келмейді. Лайла оның көзіне қарады. Егер қазір бармасан, кейін мүмкіндік болмайды. Маржан бір сәтке қатып қалды. Сосын ол жүгіре бастады. Алғашқы бірнеше қадам өте ауыр болды. Өйткені оның денесі әлсіз еді. Бірақ жүрегі алға сүйреді. Ол қараңғы жолмен тауға қарай емес, адамдар бар жаққа қарай бет алды. Бірақ ол білмейтін бір нәрсе бар еді. Ахмет бәрін байқап қойған. Ол үйдің ішінде тұрған, қолында телефоны. Және оның жүзінде бұрын соңды болмаған ашу бар еді. Ол жай ғана Маржан деп сыбырлады. Сол түні 2 адам 2 жаққа қарай қозғалды. Бірі еркіндікке қарай жүгірді. Екіншісі оны қайтару үшін артынан шықты. Ал алыс жерде Раушанда телефоннан соңғы ақпаратты алып жатты. Олар Маржанның тұрған жерін анықтауға жақындаған еді. Бірақ уақыт күн санап емес, сағат санап өтіп жатты. Маржан қанша жүгіргенін өзі білмеді. Аяғы ауырлап бара жатты. Тынысы тарылды. Бірақ тоқтауға болмайтынын түсінді. Артында қалған үй, ол үшін енді жай ғана үй емес еді. Ол, оның еркіндігін тартып алған жер. Сондықтан ол артына қарамады. Түн қараңғы еді. Таулардың арасында жолдар бір-біріне ұқсап кетеді. Бір жақта биік жартастар, бір жақта қараңғы бос кеңістік. Маржан қолмен қабырғаға сүйеніп жүрді. Ол бірнеше рет құлап қала жаздады. Бірақ қайта тұрды. Өйткені оның көз алдында бір ғана сурет тұрды. Анасы, Раушан, Алматтағы үй, өзінің бұрынғы өмірі. Бір кезде ол тоқтады. Алдында жол 2-ге бөлініп тұрды. Сол жақ па, оң жақ па? Ол білмеді. Телефон жоқ, карта жоқ. Тек есінде қалғаны Лайланың айтқан бірнеше сөзі. Үлкен жолға шықсаң, адамдар болады. Маржан сол сөзге сенді. Ол оң жаққа бұрылды. Бірнеше минуттан кейін артынан көлік дыбысы естілді. Маржанның жүрегі мұздап кетті. Ол бірден жол іспетіне жасырынды. Фараның жарығы қараңғыны тіліп өтті. Көлік баяулап келе жатты. Маржан тынысын ұстап тұрды. Көлік жанынан өтіп кетті. Бірақ ол оның ішінде кім отырғанын көре алмады. Ал артта Ахмет ашудан өзін ұстай алмай отырды. Ол Маржанның қашқанын алғаш білгенде бірден адамдарын жіберді. Бірақ оның ішінде бір ғана сезім болды. Ашу емес, сенбеу. Ол әлі де Маржанның қайтып келетінін ойлайтын. Ол өзінше, ол қорқып кетті. Біраз уақыттан кейін түсінеді деп сенді. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Маржан оған бұрынғыдай қарамайтын. Ахмет Лайлаға қарады. Сен оған көмектестің бе? Лайла үндемеді.
Мен сұрап тұрмын. Қыз көз жасын ұстап, иә. Ахмет бірнеше секунд үнсіз қалды. Бірақ ол айқайламады, тек неге деп сұрады. Лайла ақырын жауап берді. Өйткені ол да біреудің қызы. Осы сөз Ахметке ауыр тиді. Бірақ ол оны мойындағысы келмеді. Ал Маржан болса, таңға дейін жүрді. Ол жолдың шетінде отырған кезде күннің алғашқы сәулесі көрінді. Ол сол сәтте өзінің қаншалықты әлсіз екенін түсінді. Қолдары дірілдейді. Киімі шаң болған, ерні кеуіп кеткен, бірақ ол тірі еді және еркін еді. Таңертең ол алыстан адамдарды көрді. Кішкентай ауыл, бірнеше үй, бір дүкен. Маржанның жүрегі үмітпен соқты. Ол адамдарға жақындауға қорықты. Өйткені кімге сенуге болатынын білмеді. Бірақ басқа амалы жоқ еді. Ол дүкеннің алдына барды. Ішіндегі әйел оны көріп таң қалды. Маржан бірнеше сөзді ғана есіне түсірді. Телефон. Өтінемін. Телефон керек. Әйел оның жағдайын бірден түсінбесе де, жүзіндегі қорқынышты байқады. Ол ішке кіріп телефон әкелді. Маржанның қолдары дірілдеп тұрды. Ол бір ғана нөмірді терді. Раушан. Куала-Лумпурда телефон шырылдағанда, Раушан әлі ұйықтамаған еді. Ол бірден көтерді. Алло? Бірнеше секунд үнсіздік. Сосын әлсіз дауыс. Раушан? Раушан орнынан атып тұрды. Маржан, сен қайдасың? Маржан жылай бастады. Мен қашып шықтым. Раушан көзін жұмды. Ол осы сөзді естуді қанша күтті. Қазір қайдасың? Білмеймін. Бірақ мен тірімін. Раушанның дауысы дірілдеді. Тыңда, қозғалма. Жалғыз жүрме, біз сені табамыз. Бірақ сол сәтте, Маржан телефонмен сөйлесіп тұрған кезде, ол алыстан таныс көлікті көрді. Оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл көлік, ол бұрын көрген көлік еді. Ахмет оны тауып келе жатқан. Маржан телефонды қысып ұстап тұрды. Раушанның дауысы естіліп тұр. Маржан, не болды? Бірақ Маржан жауап бере алмады. Өйткені ол бір нәрсені түсінді. Қашу енді ғана басталған еді. Маржан дүкеннің алдында қатып қалған күйде тұрды. Қолындағы телефоннан Раушанның дауысы естіліп жатты. Маржан, не болды? Сөйлеші. Бірақ Маржан жауап бере алмады. Оның көзі жолдың ар жағындағы көлікте еді. Ол көлікті таниды. Ол көліктен түскен адамды да таниды. Ахмет. Бірнеше секундтың ішінде мың түрлі ой оның басынан өтті. Жүгіріп кету керек пе? Жасырыну керек пе? Телефонды тастау керек пе? Бірақ ол шаршаған еді, қорыққан еді. Ал ең бастысы, ол енді жалғыз емес екенін есіне түсірді. Раушан желінің ар жағында тұр. Ол көмектесуге тырысып жатыр. Раушан, Маржан ақырын сөйледі. Ол мені тапты. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын Раушанның даусы қатайды. Маржан, тыңда мені. Қазір ештеңе істеме. Адамдар бар жерге бар. Әйелдердің, балалардың арасына кір. Жалғыз қалма. Маржан басын изеді. Бірақ Ахметтің жақындап келе жатқанын көріп тұрды. Ахмет дүкенге кірді. Оның жүзі тыныш. Тіпті ашулы адамға ұқсамайды. Осы тыныштық Маржанды бұрынғыдан да қорқытты. Маржан, ол оның атын жай ғана айтты. Маржан артқа шегінді. Жақындама. Ахмет тоқтады. Бірнеше адам оларға қарап қалды. Ол айналаға көз жүгіртті. Сосын дауысын бәсеңдетті. Үйге қайтайық. Маржан оның көзіне қарады. Менің үйім жоқ. Менің үйім Қазақстанда. Бұл сөз Ахметке ауыр тиді. Ол алғаш рет Маржанның шын кеткісі келетінін сезгендей болды. Сен мені түсінбей тұрсың. Жоқ, мен сені өте жақсы түсіндім. Сен мені жақсы көретінді айттың. Бірақ махаббат адамды қамау емес. Дүкендегі әйел олардың әңгімесін түсінбесе де, жағдайдың дұрыс емес екенін сезді. Ол Маржанға жақындап, бәрі дұрыс па деп сұрады. Маржан көз жасын ұстап, жоқ деді.
Осы бір сөз бәрін өзгертті. Ахмет әйелге қарады, сосын Маржанға. Ол адамдардың қарап тұрғанын түсінді. Бұл жерде оны күшпен алып кету оңай емес. Сондықтан ол қайтадан өзінің бұрынғы әдісіне көшті, жұмсақ сөйлеуге. Маржан, сен қазір қорқып тұрсың. Сен шаршадың. Мен саған жамандық жасағым келмейді. Маржан басын шайқады. Сен маған таңдау бермедің. Телефондағы Раушан бәрін тыңдап тұрды. Ол бұл әңгімені толық түсінбесе де, бір нәрсені анық білді. Маржан Ахметтен қорқып тұр. Ол дереу тағы да байланысқа шықты. Ол қазір тұрған жерді анықтауға тырысты. Бірнеше минуттан кейін Маржан дүкеннің сыртында тағы бір нәрсе байқады. Ахмет жалғыз емес. Алыста тағы екі ер адам тұр. Олар жағдайды бақылап тұр. Сол сәтте оның жүрегі қайтадан қысылды. Демек, Ахмет оны жай ғана сөйлесуге келген жоқ. Маржан артқа шегінді. Мен бармаймын. Ахметтің жүзі өзгерді. Маржан, соңғы рет айтамын, жүр. Ол басын шайқады. Жоқ. Осы бір сөзден кейін бәрі өзгерді. Ахмет үнсіз қалды. Ал Маржан алғаш рет оның алдында қорықпай тұрды. Ол енді бұрынғы қыз емес еді. Малайзиядағы армандармен жүрген, адамдарға тез сенетін Маржан емес. Бұл өмірі үшін күресіп жатқан әйел еді. Дәл сол сәтте алыстан сирена даусы естілді. Маржанды. Ахмет те бұрылып қарады. Бірнеше көлік жақындап келе жатты. Раушан әрекет етіп үлгерген еді. Ол Маржанның орналасқан жерін жеткізген. Ахметтің көзі алыстағы көліктерге түсті. Ал Маржан алғаш рет терең дем алды. Бірақ бұл әлі соңы емес еді. Өйткені енді Маржанның қауіпсіз жерге жетуі керек. Ал Ахмет оны оңайлықпен жібергісі келмейтін. Маржан алыстан жақындап келе жатқан көліктерге қарап тұрды. Ол бұл сәттің шын екеніне сене алмады. Бірнеше апта бойы ол тек бір нәрсені армандады. Қауіпсіз жер. Адамдар бар жер. Біреу оған сен енді жалғыз емессің дейтін сәт. Бірақ сол сәт келгенде, оның бойында қуаныштан бұрын шаршау басым болды. Ахмет үнсіз тұрды. Ол да жағдайдың өзгергенін түсінді. Бұрын ол Маржанды ешкім білмейді деп ойлады. Оны ешкім іздемейді деп сенді. Бірақ қазір оның алдында басқа адамдар тұр. Зан тұр. Маржанның өз таңдауы тұр. Көліктер тоқтады. Бірнеше адам түсті. Олардың арасында жергілікті билік өкілдері мен байланыс қызметкерлері бар еді. Маржан олардың сөздерін толық түсінбесе де, бір нәрсені сезді. Олар оған көмектесу үшін келген. Бір әйел Маржанға жақындады. Ол жай дауыспен сөйледі. Қорықпа, сен қауіпсіз жерге барасың. Осы сөзді естігенде Маржанның көзінен жас шықты. Ол бірнеше апта бойы өзін мықты ұстады, жыламады, үмітін үзбеді. Бірақ дәл осы сәтте ол енді күресуге жалғыз емес екенін сезді. Ол телефонды қолынан түсірмеді. Раушан әлі желде еді. Маржан, сен амансың ба? Маржан жылап тұрып. Иә, мен тірімін. Раушанның даусы дірілдеп кетті. Мен саған уәде бергенмін. Мен сені табамын дегенмін. Маржан көзін жұмды. Мен білдім. Сен мені іздейсің деп білдім. Ал Ахмет сол жерде тұрып қалды. Ол ештеңе айта алмады. Бір кездері Малайзиядағы әдемі сөздермен Маржанды өзіне сендірген адам, енді оның алдында бөтен адам сияқты көрінді. Маржан оған соңғы рет қарады. Неге? Ахмет үнсіз қалды. Неге мені алдадың? Ол жауап бергісі келгендей болды. Бірақ сөз таппады. Сол сәтте Маржан бір нәрсені түсінді. Кейде ең үлкен жараны жау емес, сенген адамың салады. Ол Ахметті жек көргісі келмеді, бірақ оның жасағанын ұмыта алмады. Кейінгі сағаттар Маржан үшін түс сияқты өтті. Оны қауіпсіз жерге алып барды. Су берді, тамақ берді, жағдайын сұрады. Бірақ оның ойы бір ғана жерде еді. Үйде, Қазақстанда. Ал Қазақстанда Маржанның анасы телефон қасында отырды.
Әрбір қоңырау сайын жүрегі дір ететін. Раушан оған жаңалықты айтқанда, ол бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын тек «Қызым аман ба?» деп сұрады. «Иә, апай, аман». Анасы жылады. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, қызын қайта көретін үміттен. Ал Раушан терезеден сыртқа қарап тұрды. Ол Маржанның дауысын естіді. Ол оның тірі екенін білді. Бірақ бұл оқиға әлі аяқталған жоқ еді. Өйткені енді ең маңызды кезең басталады. Маржанды Қазақстанға қайтару. Оны заңды түрде қорғау. Және Ахметтің жасаған әрекеттеріне жауап беруі. Маржан сол түні алғаш рет қауіпсіз бөлмеде ұйықтады. Бірақ ұйықтар алдында ол бір нәрсе туралы ойлады. Бірнеше ай бұрын ол Малайзияға ұшқанда өмірінің ең әдемі кезеңі басталады деп ойлаған. Ал қазір ол түсінді. Кейде ең әдемі болып көрінген жол адамды ең қиын сынаққа алып келеді. Бірақ сол жолдан өткен адам бұрынғы адам болып қалмайды. Маржан алғаш рет бірнеше аптадан кейін есігі сыртынан жабылмаған бөлмеде оянды. Бірақ ол бірден қуана алмады. Көзі ашылған сәтте оның миына бір ғана ой келді. Мен қайдамын? Бірнеше секунд бойы ол айналасына қарап жатты. Бейтаныс бөлме, ақ қабырғалар, үстел үстінде су құйылған бөтелке, жанында таза киім. Сосын ғана кешегі оқиға есіне түсті. Ол қашып шықты. Ол тірі. Ол қауіпсіз жерде. Маржан баяу орнынан тұрды. Айнаға қарады. Өзін танымай қалды. Бірнеше апта бұрынғы қыз емес. Малайзияға арманмен ұшып барған, жаңа өмір бастауға сенген қыз емес. Бұл көздерде қорқыныш та бар. Бірақ сонымен бірге күш бар еді. Есік қағылды. Ішке әйел кірді. Қалыңыз қалай? Маржан ақырын басын изеді. Жақсымын. Бірақ оның даусы өзіне де әлсіз естілді. Әйел оған жылы қарады. Бүгін сізбен сөйлесетін адамдар келеді. Маржан бірден түсінді. Енді шындықты айту керек. Барлығын. Бірнеше сағаттан кейін Маржан болған жағдайды баяндады. Ол Малайзияда Ахметпен қалай танысқанын айтты. Алғашқы кездесулерін, оның әдемі сөздерін, өзін қалай сендіргенін, Ауғанстанға қалай келгенін, паспорты мен телефонының қалай алынғанын. Әрбір деталь маңызды еді. Өйткені кейде бір кішкентай ақпарат адамды құтқарудың жолын ашады. Маржан сөйлеп отырғанда кейбір сәттерде тоқтап қалды. Өйткені кейбір естеліктерді айту өте ауыр еді. Мен оған сендім, деп сыбырлады ол. Мен оның жаман адам екенін елестете алмадым. Бірақ адамның ең үлкен қателігі кейде біреудің сөзіне емес, өзінің үмітіне сену екен. Сол уақытта Раушанда тыныш отырмады. Ол бірнеше күннің ішінде мүлде өзгеріп кеткен еді. Бұрын ол Маржанға абай бол деп айтатын құрып еді. Енді ол Маржанды қорғау үшін соңына дейін баратын адамға айналды. Раушан Қазақстандағы Маржанның анасымен қайта сөйлесті. Апай, Маржан үйге келеді. Біз оны қайтарамыз. Анасы жылап отырып, қызымның даусы естілсе болды, деді. Раушан үнсіз қалды. Өйткені ол да Маржанның бұрынғыдай күле алатын күнін күтті. Бірақ қиындықтар әлі біткен жоқ еді. Маржанды елге қайтару үшін құжаттар, ресми рәсімдер, қауіпсіздік мәселелері, барлығы шешілуі керек. Ең бастысы, Ахмет жағы да үнсіз қалмауы мүмкін еді. Сол күні Маржанға бір жаңалық жетті. Ахмет оның үстінен шағым түсірмек болған. Ол, менің әйелім үйден өз еркімен кеткен деп мәлімдеген. Маржан бұл сөзді естігенде бірнеше секунд үнсіз қалды. Сосын жай ғана күлді. Бірақ бұл күлкі қуаныш емес еді. Мен оның әйелімін деп ешқашан келіскен жоқпын. Ол менің таңдауымды тартып алды. Бұл сөздер жазылып алынды. Өйткені енді бұл тек жеке мәселе емес. Бұл адамның еркіндігі туралы мәселе еді. Сол кеште Маржан терезеден сыртқа қарады.
аспанға ұзақ қарады. Бір кезде ол Малайзиядағы алғашқы күндерін есіне алды. Қуанышын, арманын, Ахметтің алғашқы жылы сөздерін. Бәрі соншалықты шынайы көрінген. Бірақ кейбір адамдар саған өздерін көрсетпейді. Олар сен көргің келген бейнені көрсетеді. Маржан ақырын ғана сыбырлады. Мен үйге қайтамын. Бұл жолы ол сөзді қорқынышпен емес, сеніммен айтты. Ал сол уақытта Ахмет те қарап отырмады. Ол өзінің жеңілгенін мойындағысы келмеді. Ол бір шешім қабылдады. Егер Маржан өзі қайтпаса, онда ол басқа жол іздейді. Алдында үлкен күрес тұрды. Бір жағында өз таңдауын қорғап жатқан Маржан, екінші жағында оны әлі де өз меншігі деп ойлайтын Ахмет. Ал осы күресте Маржанның артында бір ел тұрды. Маржан қауіпсіз жерде болғанымен, оның жүрегі әлі тынышталмаған еді. Кейде адам ең үлкен қорқыныштан құтылғаннан кейін де сол қорқыныштың ішінде өмір сүріп қояды. Ол түнде бірнеше рет оянып кететін. Есіктің жабылған дыбысынан селк ететін. Біреу оның артынан келе жатқандай сезінетін. Өйткені оның денесі қауіптен шыққанымен, санасы әлі де сол үйде қалған еді. Бір күні таңертең Маржан терезе алдында ұзақ тұрды. Сыртта адамдар жүр, көліктер өтіп жатыр. Қарапайым өмір жалғасып жатыр. Ал оның ішінде соңғы айларда болған барлық оқиға қайта айналып келді. Малайзиядағы алғашқы күндері, Петронас мұнараларының жанында жүргені, Ахметтің гүл әкелгені, оның «Сен менің өмірімдегі ең ерекше адамсың» деген сөздері. Сол кезде бұл сөздер оған шынайы көрінген. Бірақ қазір Маржан бір нәрсені түсінді. Кейде адамды алдау үшін үлкен өтірік қажет емес. Кейде адам саған дәл сенгің келген нәрсені көрсетеді. Ахмет оған қауіпсіздік емес, қауіптің әдемі көрінісін берген. Сол күні Маржанмен тағы сөйлесу үшін мамандар келді. Олар оған барлық жағдайды түсіндірді. Ең маңыздысы сіздің қауіпсіздігіңіз. Ешқандай қысымға көнбеңіз. Енді барлық әрекет заң аясында жүргізіледі. Маржан басын изеді. Бірақ оның ішінде бір қорқыныш бар еді. Егер ол мені қайта іздесе ше, деді ол ақырын. Бөлмеде тыныштық орнады. Себебі бұл сұрақтың артында қанша қорқыныш тұрғанын бәрі түсінді. Ал сол уақытта Ахмет те бос отырған жоқ. Ол өзін ақтауға тырысты. Өзінің әрекетін басқаша көрсетуге тырысты. Ол, мен оны жақсы көрдім. Мен оны қорғағым келді деп айтты. Бірақ бір нәрсені түсінбеді. Махаббат ешқашан адамның еркіндігін тартып алмайды. Раушан бұл жаңалықтарды естігенде ашуланды. Ол Ахметтің сөздерін тыңдап отырып, ол әлі де өзін кінәсіз көрсеткісі келеді, деді. Маржанның қандай жағдайдан өткенін өзі ғана біледі. Бірнеше күннен кейін Раушан Маржанмен алғаш рет бейне қоңырау арқылы сөйлесті. Экранда екі құрбы бір-біріне қарап үнсіз қалды. Кейде мың сөзден де ауыр нәрсе бар. Ол үнсіздік. Маржан, Раушанның даусы дірілдеді. Сен қатты өзгеріп кетіпсің. Маржан жымиғысы келді. Бірақ көзінен жас шықты. Иә, мен де сезіп тұрмын. Бұрын мен адамдарға тез сенетінмін. Раушан басын шайқады. Сенің сенгіш болғаның қателік емес. Сен тек жақсы нәрсеге сендің. Маржан біраз үнсіз отырды. Сосын, мен бір нәрсені түсіндім. Кейде адамды құтқаратын нәрсе күш емес, үміт. Осы әңгімеден кейін Маржан алғаш рет болашақ туралы ойлай бастады. Ол тек үйге қайтуды емес, өз өмірін қайта құруды ойлады. Бірақ алдымен бір маңызды нәрсе бар еді. Ол болған жағдай туралы ресми түрде толық айтып беруі керек болатын. Келесі кездесуде Маржан барлық детальдарды қайта айтты. Ахметтің Малайзиядағы әрекеттерін, оның қалай сеніміне кіргенін, Ауғанстанға бару туралы ұсынысын, құжаттарын алған сәтін, үйдегі жағдайды. Ол кейбір жерлерде тоқтап қалды. Өйткені айту да қайтадан сол сәттерге оралғандай ауыр еді.
Бірақ бұл жолы ол жылап тоқтамады. Ол соңына дейін айтты. Себебі ол енді бір нәрсені білді. Оның даусы маңызды. Оның басынан өткен жағдай маңызды. Және басқа бір қыз дәл осындай тұзаққа түспеу үшін шындық айтылуы керек. Ал Қазақстанда Маржанның үйіне қайтуына дайындық басталды. Анасы күн сайын күнтізбеге қарап отырды. Әр өткен күн оған ұзақ жыл сияқты көрінді. Бірақ енді ол бір нәрсені білетін. Қызы қайтып келеді. Ал алыста Ахмет соңғы рет бір шешім қабылдап жатты. Ол Маржанның қайтып кетуін жеңіл істеп қабылдады. Ол әлі де бұл оқиғаны аяқталды деп ойламайтын. Маржан болса, терезеге қарап тұрып ақырым ғана айтты. Мен енді ешкімнің көлеңкесінде өмір сүрмеймін. Бірақ ол әлі білмейтін. Үйге қайтар жол оның соңғы сынағы болады. Маржан үшін ең қиын күндердің бірі жақындап келе жатты. Ол үйіне қайтатын болды. Бірнеше апта бойы армандаған сәт. Бірақ неге екенін өзі де түсінбеді. Сол күн жақындаған сайын, оның жүрегінде қуанышпен бірге ауыр сезім пайда болды. Өйткені ол Қазақстанға бұрынғы Маржан болып қайтпайтынын білді. Ұшаққа отырар алдында Маржан ұзақ уақыт үнсіз отырды. Терезеден сыртқа қарап тұрды. Ол Малайзияға алғаш келген күнін есіне алды. Сол кезде оның қолында чемоданы ғана болған. Бірақ жүрегінде мың арман бар еді. Жаңа ел, жаңа мүмкіндік, жаңа өмір. Ол ешқашан бірнеше айдан кейін осылай қайтамын деп ойламаған. Раушан оның жанында отырды. Екеуі көп сөйлемеді. Кейде адам ең жақын досымен бірге отырғанда да сөз керек болмайды. Раушан Маржанның қолын ұстап отырды. Бәрі аяқталды, деді ол ақырын. Маржан басын шайқады. Жоқ, бәрі енді басталады. Ұшақ көкке көтерілген кезде Маржан көзін жұмды. Ол алғаш рет сол үйдегі қорқынышты артында қалдырғанын сезді. Бірақ оның ішінде бір сұрақ қалды. Неге мен? Неге дәл оның басынан өтті? Неге ол адамға сенді? Неге бәрін ертерек байқамады? Раушан оның ойын түсінгендей. Өзімді кінәлама деді. Маржан терезеден сыртқа қарады. Мен кейде ойлаймын. Егер мен сол күні бармасам, егер мен оның сөздеріне сенбесем, егер... Раушан оның сөзін бөлді. Бірақ сен ол кезде болашақты білмедің. Адамдар бір-бірін сенім арқылы таниды. Сен тек жақсы ниетпен қарадың. Ұшақ Қазақстан жеріне жақындағанда Маржанның жүрегі қатты соқты. Ол туған жерінің жарығын көрді. Таулар, қалалар, таныш жерлер. Ол бірнеше апта бойы жетуді армандаған мекен. Әуежайда оны анасы күтті. Маржан алыстан анасын көргенде тоқтап қалды. Бірнеше секунд екеуі де қозғала алмады. Сосын Маржан жүгіріп барып анасын құшақтады. Сол сәтте ол бірнеше апта бойы ұстап жүрген барлық сезімін жіберді. Ол жылады. Анасы да жылады. Қызым, сен келдің. Маржан анасының құшағында тұрып, анашым, кешірші. Анасы бірден басын шайқады. Жоқ, сенің кешірім сұрайтын ештеңең жоқ. Сол күні үйде алғаш рет тыныштық болды. Бірақ бұл бұрынғы ауыр тыныштық емес еді. Бұл қауіпсіздіктің тыныштығы. Маржан өз бөлмесіне кірді. Паныс заттарын көрді, кітаптары, киімдері, ескі суреттері. Ол қолына бір суретін алды. Сол суретте бұрынғы Маржан күліп тұр. Арманға толы, сенгіш, бақытты. Ол суретке қарап, мен сені жоғалтқан жоқпын, деп сыбырлады. Мен тек өзгердім. Бірақ өмір бірден бұрынғы қалпына келген жоқ. Түнде ол әлде оянып кететін. Кейде есік дыбысынан қорқатын. Кейде бейтаныс нөмірден қоңырау келсе, жүрегі дүрсілдейтін. Жараның жазылуына уақыт керек еді. Раушанда Маржанды жалғыз қалдырмады. Олар күнде сөйлесетін. Бір күні Раушан, сен бір нәрсе істеуің керек деді. Маржан таңырқап, не?
Өз тарихыңды өзің айтуың керек. Сен үндемей қалсаң, адамдар сен туралы өздері ойлап табады. Маржан ойланып қалды. Ол алғашында қорықты. Бәрін қайта айту, өткенді қайта еске алу. Бірақ кейін түсінді. Оның үнсіздігі басқа адамдарға көмектеспейді. Мүмкін бір қыз Ахмет сияқты адамның сөзіне сеніп бара жатқан шығар. Мүмкін біреу дәл қазір көмекке мұқтаж шығар. Сол сәтте Маржан шешім қабылдады. Ол өз тарихын жасырмайды. Ол сөйлейді. Өйткені оның басынан өткен жағдай тек оның жеке қайғысы емес еді. Бұл сабақ еді. Бірақ дәл сол уақытта Ахмет те соңғы әрекетін дайындап жатты. Ол бұл жағдайды осылай аяқтағысы келмеді. Оның ойынша, Маржан әлде оған тиесілі, ал Маржан болса, өмірінің ең маңызды таңдауын жасады. Ол енді қорыққан қыз емес. Ол өз даусын тапқан әйел еді. Маржан Қазақстанға оралғаннан кейін бірнеше апта өтті. Сырт көзге оның өмірі қайта қалпына келе бастағандай көрінді. Ол үйінде, жақындарының жанында, қауіпсіз жерде. Бірақ адамның денесі бір жерде болғанымен, ойы әлде өткенде қалып қоятын кездер болады. Маржан да сондай кезеңнен өтіп жатты. Кейде ол таңертең оянғанда бірнеше секунд бойы қай жерде екенін түсінбей қалатын. Түсінде қайтадан сол биік қоршаулы үйді көретін. Сол жабық есіктер, сол үнсіз бөлмелер, сол қорқыныш. Оянған кезде ғана мен Қазақстандамын деп өзіне қайталайтын. Бір күні анасы оның жанына келіп отырды. Қызым, Маржан бұрылды. Я, анашым. Анасы біраз үнсіз отырды. Сосын, сен бұрынғыдай күлуіңді сағындым деді. Бұл сөз Маржанға қатты әсер етті. Өйткені ол өзі де бұрынғы Маржанды сағынатын. Бірақ ол енді бір нәрсені түсінді. Кейбір сынақтар адамды сындырып қана қоймайды. Олар адамды басқа қырынан ашады. Сол күндері Раушан оған жиі хабарласып тұрды. Бір күні ол, Маржан, мен саған бір ұсыныс айтқым келеді деді. Қандай? Сен өз тарихыңды айтуың керек. Маржан үнсіз қалды. Мен дайын емеспін сияқты. Раушан жұмсақ дауыспен жауап берді. Сен ең қиын нәрседен өттің. Енді сенің даусың басқа біреуге күш бере алады. Бұл ой Маржанның ішінде ұзақ уақыт жүрді. Ол әлеуметтік желілерден адамдардың пікірлерін көрірді. Кейбіреулер, неге сендің? Неге бардың? Өзі кінәлі емес пе деп жазатын. Осы сөздер оны ауыртатын. Бірақ кейін ол бір нәрсені түсінді. Адамдар сырттан қарап оңай шешім шығара алады. Ал сол жағдайдың ішінде болған адам ғана оның қаншалықты қиын екенін біледі. Бір кеште Маржан дәптер алды және жаза бастады. Алғашқы сөйлемін бірнеше рет өзгертті. Соңында, мен бұл оқиғаны аяушылық үшін айтып отырған жоқпын. Мен оны бір адамның қателігінен басқа, біреудің өмірін сақтап қалу үшін айтып отырмын, деп жазды. Сол сәтте оның қолы дірілдеді. Өйткені ол өткенге қайта қарауға дайындалып жатты. Бірақ бұл жолы ол өткеннің ішінде құрбан болып қалмайды. Ол өз тарихын өзі басқарады. Ал дәл сол уақытта Ахмет туралы жаңа ақпарат келіп жатты. Оның әрекеттері зерттеліп жатқан. Маржанның айтқан әрбір сөзі маңызды еді. Қай күні не болды? Қай жерде болды? Қандай жағдайда құжаттар алынды? Барлығы тексерілді. Бір күні Маржанға күтпеген қоңырау келді. Бейтаныс нөмір. Ол бірнеше секунд экранға қарап тұрды. Бұрын мұндай қоңыраулардан қорқатын, жүрегі қатты соғатын. Бірақ бұл жолы ол терең дем алды және көтерді. Алло, ар жақтан ер адамның дауысы естілді. Маржан? Ол бірден таныды. Бұл дауыс Ахмет. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Маржанның қолы мұздап кетті. Бірақ ол телефонды тастамады. Өйткені бұрынғы Маржан бұл сәтте қорқып, қашып кетер еді. Ал қазіргі Маржан
тыңдауға дайын еді. «Неге қоңырау шалдым?» деді ол. Ахметтің дауысы бұрынғыдай жұмсақ шықты. «Мен бәрін түсіндіруге хочу. Сен мені дұрыс түсінбедің». Маржан көзін жұмды. Бұрын осы сөздер оны шатастырар еді. Бұрын ол ақталуларға сенер еді. Бірақ енді ол шындықты білетін. «Жоқ, Ахмет», деді Маржан сабырлы түрде. «Мен сені түсіндім. Тек мен енді өзімді түсіндім». Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Маржан жалғастырды. «Сен мені жақсы көрген жоқсың. Сен мені өзіңнің қалауыңа сай болуымды қаладың. Ал махаббат адамның таңдауын тартып алмайды». Бұл сөздерді айтқанда Маржанның дауысы дірілдеді. Бірақ ол жыламады. Өйткені ол алғаш рет өзінің қорқынысын жеңді. Ахмет бірдеңе айтқысы келді. Бірақ Маржан, «Енді менің өміріме қайта кірме», деді. Және телефонды қойды. Ол ұзақ уақыт телефонға қарап отырды. Сосын бір түрлі жеңілдік сезінді. Бұл жай ғана қоңырау емес еді. Бұл оның өткенмен қоштасуы еді. Бірақ Маржан әлі білмейтін бір нәрсе бар еді. Ахмет бұл әңгімені соңғы рет деп қабылдамады. Оның ойында әлі бір жоспар бар болатын. Ал келесі кездесу Маржан күтпеген жерде болуы мүмкін еді. Маржан Ахметпен болған соңғы әңгімеден кейін бір шама тынысталғандай болды. Ол алғаш рет өткенді еске алғанда тек қорқынышты емес, өзінің күшін де көре бастады. Бұрын ол, «Неге мен бұған тап болдым?» деп ойлайтын. Енді, «Мен бұдан қалай өттім?» деп ойлайтын. Бұл екі сұрақтың айырмашылығы өте үлкен еді. Бірақ өмір оған тағы бір сынақ дайындап жатқан. Бір күні таңертең Раушан асығыс хабарласты. Даусынан ақ оның бір нәрсеге алаңдап тұрған сезілді. «Маржан, иә, саған бір нәрсе айтуым керек». Маржан бірден тынышталды. «Не болды?» Раушан бірнеше секунд үндемеді. Сосын, «Ахметтің отбасы сен туралы ақпарат жинап жатыр деген мәлімет келді», деді. Маржанның жүрегі бір сәтке қысылды. Бұрынғы қорқыныш қайта оралғандай болды. Бірақ бұл жолы ол жалғыз емес еді. Ол терең дем алды. «Олар не істей алады?» Раушан сабырмен жауап берді. «Сондықтан біз бәрін заңды түрде жасауымыз керек. Сенің қауіпсіздігің бірінші орында». Сол күннен бастап Маржан бұрынғыдан да мұқият болды. Ол бейтаныс адамдарға есік ашпады. Күмәнді хабарламаларға жауап бермеді. Бірақ ең бастысы, ол қорқынышпен өмір сүрмеуді үйренді. Бірнеше күннен кейін Маржан маңызды кездесуге барды. Оған болған жағдай туралы толық ақпарат дайындалып жатқан. Әрбір дәлел, әрбір құжат, әрбір куәлік, барлығы жиналды. Кездесу барысында бір маман оған, «Маржан, сіздің ең маңызды қадамыңыз шындықты өзгеріссіз айту», деді. «Қорықпаңыз. Сіз ештеңе дұрыс емес жасаған жоқсыз». Маржан үнсіз басын изеді. Осы сөздерді есту оған маңызды болды. Өйткені ұзақ уақыт бойы ол өзін кінәлаған еді. Сол кеште Маржан үйге келгенде анасы дастархан басында отыр екен. «Қызым, сен бүгін шаршадың ба?» Маржан жымиды. «Иә, бірақ бұрынғыдай емес». Анасы таңырқап қарады. «Қалай?» Маржан жауап берді. «Бұрын мен қорқыныстан шаршайтынмын. Қазір мен күресуден шаршаймын». Анасы оның қолынан ұстады. «Ең бастысы, сен үйдесің». Маржан көз жасын ұстай алмады. Өйткені кейде адамға үлкен сөздер емес, бір ғана қарапайым сөйлем жеткілікті. Сен үйдесің. Бірақ сол түні тағы бір хабар келді. Бұл жолы ол Ахмет туралы еді. Ол Маржанмен қайта байланысуға тырысқан. Бірақ бұл жолы Маржан қорықпады. Ол телефонға қарап отырып, «Бұрын мен сенің сөзімнен қорқатынмын. Енді мен өз үнсіздігімнен қорықпаймын», деп ойлады.
Келесі күні Маржан маңызды шешім қабылдады. Ол өз тарихын адамдарға айтуға келісетін болды. Бірақ бір шарт қойды. Мен өзімді құрбан ретінде көрсеткім келмейді, деді ол. Мен адамдарға бір нәрсені түсіндіргім келеді. Қауіп кейде қорқынышты болып көрінбейді. Кейде ол әдемі сөздермен келеді. Осы шешімнен кейін оның өмірінде жаңа кезең басталды. Бір кездері Малайзияға арман қуып барған қыз, енді басқа адамдарға ескерту болатын дауысты таңдады. Ал алыста Ахмет соңғы рет Маржан туралы жаңалықтарды қарап отырды. Ол Маржанның өзгергенін түсінді. Ол енді бұрынғыдай сенгіш қыз емес. Ол енді өзінің таңдауын қорғай алатын адам. Бірақ Ахметтің ішінде әлі де бір ой қалды. Бұл әлі аяқталған жоқ. Ал Маржан болса, өмірінің ең маңызды күніне дайындалып жатты. Ол алғаш рет бүкіл әлемге өзінің шындығын айтпақ еді. Маржан камераның алдына бірінші рет отырған күні, оның қолдары дірілдеп тұрды. Ол бұл сәтті бірнеше күн күтті. Бірақ дәл қазір, бәрі шынайы болып кеткенде, жүрегі қайтадан ауырды. Алдында камера, қасында адамдар. Ал ішінде айтуға дайын емес мыңдаған естелік. Раушан оның жанында отырды. Ол Маржанның қобалжып тұрғанын байқап, қаласан кейінге қалдыра аламыз, деді. Маржан басын шайқады. Жоқ, егер мен қазір тоқтасам, мен тағы да қорқынышқа жеңілген боламын. Раушан оның қолын қысты. Онда айт, біз сені тыңдаймыз. Камера қосылды. Бірнеше секунд үнсіздік болды. Маржан терең дем алды. Сосын сөйледі. Мен бұл әңгімені біреуді кінәлау үшін айтып отырған жоқпын. Мен оны біреуге сабақ болсын деп айтып отырмын. Ол Малайзияға барған алғашқы күндерін еске алды. Қуанышын, арманын, жаңа өмір бастауға деген сенімін. Ол Ахметпен қалай танысқанын айтты. Оның өзін қалай ерекше сезіндіргенін. Ол алғашында өте мейірімді болды, деді Маржан. Маған әлемдегі ең бақытты адам сияқты сезім берді. Сол кезде мен оның сөздеріне күмән келтірмедім. Өйткені адам жақсы нәрсеге сенгісі келеді. Ол бір сәтке тоқтады. Көз алдына сол күндер келді. Петронас мұнаралары, кешкі қала шамдары, күлкі, армандар. Сосын бәрінің қалай өзгергені. Менің ең үлкен қателігім, деді ол ақырын, біреуге сенгенім емес. Менің ең үлкен қателігім кейбір белгілерді көргім келмегені. Ол қыздарға үн қатты. Егер бір адам сізді достарыңыздан алыстатуға тырысса, егер ол сіздің телефоныңызды, құжаттарыңызды бақылағысы келсе, егер ол мен сен үшін жасап жатырмын деп сіздің таңдауыңызды тартып алса, бұл махаббат емес. Бұл сұхбат көптеген адамдарға жетті. Кейбіреулер Маржанды қолдады, кейбіреулер сұрақ қойды. Бірақ ең маңыздысы, Маржан енді үнсіз емес еді. Сол күні кешке ол телефонын қарады. Жүздеген хабарлама келген. Бірақ бір хабарлама ерекше болды. Бейтаныс қыз жазған. Маржан, мен де шетелде бір жігітпен таныстым. Ол да мені достарымнан алыстатқысы келеді. Сіздің әңгімеңізден кейін мен ойландым. Рахмет. Осы хабарламаны оқығанда, Маржан ұзақ үнсіз отырды. Сонда ол алғаш рет түсінді. Оның басынан өткен ауыр жағдай тек қайғы болып қалмайды. Ол біреуге жол көрсетуі мүмкін. Ал Қазақстанда оның оқиғасы ресми түрде де қаралып жатты. Жиналған мәліметтер, куәгерлердің сөздері, құжаттарға қатысты жағдайлар, барлығы зерттелді. Бірақ сол уақытта тағы бір жаңалық келді. Ахмет Қазақстанға байланысты әрекет жасауға тырысқан. Ол Маржанмен тағы сөйлескісі келген. Ол өзінің кінәсін мойындағысы келмеген. Маржан бұл хабарды естігенде бұрынғыдай қорықпады. Ол менің өткенім, ал менің болашағым басқа жерде, деді. Бірнеше ай бұрын ол бір бөлмеде жалғыз қалып, мен бұл жерден шыға алам ба деп ойлаған еді. Ал қазір ол өз тарихын мыңдаған адамға айтып отыр. Бірақ бұл оқиғаның соңғы беті әлі жазылған жоқ еді.
Өйткені кейде адамды құтқару, оны үйіне жеткізумен ғана аяқталмайды. Кейде ең қиын жол адамның қайтадан өзіне сенуді үйренуі. Маржан терезеден сыртқа қарады. Күн батып бара жатты. Ол ақырын ғана күлімсіреді. Өйткені алғаш рет ол өткенге қарап, қорқынышпен емес, мақтанышпен қарай алды. Маржанның өмірі біртіндеп қалыпқа келе бастағандай болды. Ол қайтадан күнделікті істеріне оралды. Таңертең ерте тұратын, анасымен шай ішетін, Раушанмен сөйлесетін. Бірақ оның ішінде әлі де аяқталмаған бір сезім бар еді. Өйткені кейбір оқиғалар есікті жауып кеткенмен, ол есік адамның ішінде ұзақ уақыт ашық тұрады. Бір күні Маржанға ресми хабар келді. Ахметпен байланысты жағдай бойынша тағы бір кездесу болу керек еді. Бұл хабарды естігенде оның жүрегі бір сәтке қысылды. Бұрын ол мұндай жаңалықтан кейін бірнеше күн уайымдап жүретін, бірақ бұл жолы ол тыныш қалды. Өйткені ол енді кім екенін білетін. Раушан, сен барғың келмесе барма деді. Маржан ойланып отырды. Жоқ, мен барғым келеді. Раушан таңырқап қарады. Неге? Маржан жай ғана жауап берді. Өйткені мен енді одан қашқым келмейді. Кездесу күні Маржан өзін ерекше сезінді. Ол бұрынғыдай қорқып тұрған жоқ. Ол қарапайым киінді. Артық ештеңе көрсеткісі келмеді. Өйткені оған ешкімге өзін дәлелдеудің қажеті жоқ еді. Ахмет келгенде, Маржан оны алғаш рет бөтен адам сияқты көрді. Бір кезде оның әрбір сөзіне сенген адам. Бір кезде болашағын бірге елестеткен адам. Ал қазір ол тек өткеннің бір бөлігі еді. Ахмет Маржанға қарады. Оның жүзінен бұрынғы жұмсақтықты іздегендей болды. Сен қатты өзгеріпсің, деді ол. Маржан сабырлы жауап берді. Иә, өйткені мен бұрын өзімді емес, сені тыңдадым. Ахмет үнсіз қалды. Мен саған жамандық жасағым келген жоқ. Маржан оның көзіне қарады. Бірақ жасадың. Ниетің қандай болғаны маңызды емес. Сенің әрекетің менің өмірімді өзгертті. Ахмет алғаш рет жауап таба алмады. Өйткені бұрын ол әрқашан сөзбен бәрін түсіндіре алатынына сенетін. Бірақ кейбір нәрселерді әдемі сөздермен ақтауға болмайды. Маржан ақырын сөйледі. Мен сені жек көргім келмейді. Ахмет оған қарады. Бірақ мен сені кешіру үшін алдымен өзімді қорғауды үйренуім керек болды. Бұл сөз Ахметке ауыр тиді. Өйткені ол Маржанды әлі де бұрынғы қалпында елестететін. Ал алдындағы ел енді өзінің таңдауын білетін. Кездесуден кейін Маржан сыртқа шықты. Ауа таза еді. Аспан ашық. Ол терең дем алды. Раушан сыртта күтіп тұрды. Қалай өтті? Маржан біраз үнсіз тұрды. Сосын жеңілдеп қалдым, деді. Неге? Маржан жымиды. Өйткені мен бүгін алғаш рет өткеніме қарадым. Бірақ оның ішінде қайта өмір сүрген жоқпын. Сол кеште Маржан үйіне келгенде ұзақ уақыт терезе алдында отырды. Ол Малайзияға кеткен күнін есіне алды. Сол кездегі Маржан қандай еді? Арманға толы. Бірақ өмірдің қаншалықты күрделі екенін білмейтін. Қазір ол көп нәрсені түсінді. Адамның әлсіз тұсы оның сенуі емес, адамның күші, қиындықтан кейін қайта тұра білуі. Бірнеше айдан кейін Маржан жаңа өмір бастады. Ол жұмысқа қайта кірісті. Жаңа адамдармен танысты. Өзіне қайта сенуді үйренді. Бірақ ол бұрынғыдай емес еді. Енді ол әрбір адамның сөзіне емес, әрекетіне қарайтын. Ал Раушан мен олардың достығы бұрынғыдан да мықты болды. Құрметті тыңдарман, осымен Маржанның жүрекке ауыр, бірақ үлкен сабақ берген оқиғасы аяқталды. Егер бұл оқиға сізге әсер етсе, пікірде өз ойыңызды қалдырыңыз. Сіз Маржанның орнында болсаңыз, қандай шешім қабылдар едіңіз? Бұл оқиға бізге бір маңызды нәрсені үйретеді. Өмірде кез келген адам қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы, өзіңді жоғалтпау, ішкі даусыңды тыңдау және өз таңдауыңды қорғау.
Шынайы махаббат ешқашан адамның еркіндігін тартып алмайды. Ал сенім соқыр сену емес, адамның ісіне қарап бағалау. Осындай әсерлі оқиғалар мен өмірлік сабақтарды жіберіп алмау үшін арнамызға жазылып, видеоны қолдап отырыңыз. Келесі кездескенше аман болыңыз.